Сәлем достар, бүгінгі шығарылымда қазақтан шыққан әр саланың тұңғыш тұлғалары туралы айтамыз. Алдымен лайк, комментарий қалдырып, арнаға тіркеле кетіңіз. Қажымұқан Мұңайтпасұлы қазақтың тұңғыш әлем чемпионы әрі алғашқы кәсіпқой балуан. Ол күрестің бірнеше түрі бойынша әлемді бағындырған. 54 мемлекетте бағын сынап, 48 медаль олжалаған. Мұндай жетістікке 20 ғасырдың басында түркі халықтарының ішінде тек Қажымұқан бабамыз жетті. Әлемдік деңгейде алғаш рет 1906 жылы көрінді. Осы жылы Германияда өткен дүниежүзілік сайыста қарсылас жақ келтірмеді. Алайда патшалық Ресейдің саясаты қазақ палуанын өз атымен атауға рұқсат бермеді. Сөйтіп, байрақты бәсекелерде Ямагата Муханури, Қара Мұстафа, Черный Иван лақабаттарымен шығуына тура келді. Мұқан 1912 жылы Стамбул қаласында атақты түрік балуанмен кездеседі. Түріктің атышулы атақты Нұрлысын жеңгеніне қатты қуанған бай түріктер Мұханды Мекке сапарына алып барып қажы атандырады. Қажымұқан Жапонның атақты балуаны Саракикимен 1912 жылы Харбен қаласында өткен ережесіз күресте айқасады. Күрестің шартында бір-бірін өлтірсе де құн сұралмайтын болған. Бұл жолы күш атасы көп жарақат алады. Себебі Саракики Қажымұқанға дейін бірнеше елдің палуанын мерт қылған өте айлакер болған. Ол осы белдесуде бүкіл денесіне май жағып, шыны сынықтарын қолына, тырнақтарының арасына салып шығады. Қажымұқанды осып тырнап, сол құлағын шайнап тастайды. Осы айланың бәріне төзген қазақ палуаны оңтайлы сәтті пайдаланып, жапон балуанын жерден көтеріп, атып ұрып, маскасымен қосып, үстіңгі ернінен бастап желкеге дейінгі терісін сыпырып алады. Шоқан Уәлиханов қазақтан шыққан тұңғыш ғалым. Оның ғұмырындағы басты оқиғалардың бірі 1858-1859 жылдардағы Қашғарияға сапары. Бұл сапар оның ғалымдық ағартушылық саладағы еңбегінің жаңа белеске көтерілуіне жол ашты. Қашғария ол кезде Ресей тарапынан зерттелмеген өлке еді. Саудагер ретінде Қашғарияға құпия барған Шоқан өлкенің экономикалық саяси құрылымын зерттеп, оның тарихы мен этнографиясынан көптеген материалдар жинайды. Бұл сапардан 6 шаһардың, яғни Қытайдың Нанлу уәлаятының шығыстағы 6 қаласының жайы атты еңбегі дүниеге келді. Бұл шығыс Түркістан халықтарының тарихына арналған әлемдегі тұңғыш зерттеу жұмысы еді. Тағы бір оқиға. Шоқан Уәлиханов 1862 жылы Атбасар округінің аға сұлтаны болуға талпынып, сайлауға қатысады. Елдестеріме пайдамды тигізу үшін аға сұлтан болғым келді. Оларды шенеуніктерден, қазақ байларынан қорғамақ болдым. Сондағы ең алдымен көздегенім өз басымның мысалы арқылы жерлестеріме оқыған аға сұлтанның пайдалы екенін көрсету еді деп жазады ол бұл туралы досы Достоевскийге. Бірақ ол бұл мақсатын орындай алмайды. Шоқан қарсыласынан көп дауыс алып жеңіске жеткенімен, генерал-губернатор оның халық арасында ықпалы мен беделі зор болып кетеді деп сескеніп, науқасына байланысты қызметтен бас тартты деген жалған сылтаумен аға сұлтандыққа бекітпей қояды. Шоқан 1865 жылдың сәуірінде өкпе ауруының қозуынан қайтыс болады. Назипа Құлжанова қазақтың тұңғыш журналисі, еңбекші қазақ, Қызыл Қазақстан, әйел теңдігі журналдарында қызмет атқарып, оқу-ағарту мәселелері туралы мақалалар жазған. Ол алаш қозғалысы кезінде қайсарлығымен де көзге түскен. Ұзақ жылдар оқытушы болып та жұмыс істеген. Мектептен бұрынғы тәрбие, ана мен бала тәрбиесі атты оқулықтар жазған. Сондай-ақ қазақ әндерінің нотаға түсуіне де себепші болған. Ол Затаевичке «Ғайнияу сәулем», Қадыр зары әндерін жаздырған. 1934 жылы өмірден өткен. Әміре Қашаубаев шетелде қазақ әндерін алғаш орындаған әнші. Парижде, Франкфуртта, Страсбургте, Иркутск пен Баку қалаларында өнер көрсеткен. Оның дауыс қуаттылығының құпиясы бар. Әміре бір нотаны әннің соңына дейін ұстай алатын болған. Оған әншінің өкпесіндегі патология себепші болса керек. Ерекше қап өзіне қосымша ауа толтырып, Әміре ән салғанда екінші дем беріп тұрған. Жалпы Әміре Қашаубаевтың өмірі құпияларға толы болды. Оның жансыз денесі 1934 жылғы қарашаның 5-нен 6-сына қараған түнінде Алматы көшелерінің бірінде табылады. Алайда бұл өлімге қатысы бар адамдар әлі күнге дейін анықталған жоқ. Әбілхан Қастеев қазақтың тұңғыш кәсіби суретшісі.
қазақ бейнелеу өнерінің негізін қалаған сурет өнерінің шебері. Бұдан бөлек басшылық қызметтерде атқарған. 1954-1956 жылдары Қазақстан суретшілер одағын басқарған, 2 мәрте жоғарғы кеңестің депутаты болған. Бүгінде Қастеевтің мұралары Әбілхан Қастеев атындағы өнер музейінде сақтаулы тұр. Назарларыңызға суретшінің көпшілікке танымал туындыларын ұсынамын. Қай сурет көңіліңізден шыққанын пікірге жаза кетіңіз. Шәкен Айманов, тұңғыш қазақ режиссері. 1953 жылдан бастап өмірінің соңына дейін қазақ кино өнері саласында өнімді еңбек етті. Қазақ киносына актер, дыбыстаушы, режиссер, сценарий авторы ретінде мол еңбегі сіңген. Айманов режиссер ретінде біздің сүйікті дәрігер, Атамекен, Алдаркөсе, Атаманның ақыры және басқа фильмдерді түсіріп, Погодиннің мылтықты адам, таланттар мен табынушылар, Мұхтар Әуезовтің Абай спектакльдерін театр сахнасына шығарды. Актер ретінде Абай әні, Жамбыл және тағы басқа фильмдерде ойнаған. Абай әні фильмінде Абайдың шәкірті, жас ақын Айдардың бақталасы Шәріп бейнесін сомдады. Шара Жиенқұлова, қазақтың тұңғыш бишісі. Ұлттық би өнерін ғылыми тұрғыда терең зерттеп, қазақ халқының әдет-ғұрып, салт-дәстүр, халық билеріне жаңа дем берді. Ол Айжан қыз, Қара жорға, Тәттімбет, Қырық қыз, тағы сол сияқты билерді дүниеге әкелді. Шара Жиенқұлова театрда ғана емес, өз таңбасын кинода да қалдырған. 1938 жылы Амангелді фильмінде Балым рөлін сомдады. Шәкен Аймановтың 1957 жылы түсірілген Біздің сүйікті дәрігер фильмінде қазақтың мың бұралған бишісі өзін өзі сомдады. Шара Жиенқұлова 1991 жылы 21 мамырда 80 жасқа қараған шағында Алматы қаласында көз жұмды. Жұмат Шанин, қазақ театрының тұңғыш режиссері. Ол қазақ сахнасына Гамлет, Пушкин шығармаларын әкеліп сахналаған. Өз замандастары Сейфуллин мен Майлиннің, Әуезовтің шығармаларын қойған кәсіби режиссер. Ол алғашында Семей қаласында Ес аймақ деп аталатын театр труппасын құрады. 1924 жылы оның режиссура саласындағы алғашқы еңбегі Арқалық батыр пьесасы қала сахнасында қойылды. Ол кездегі қазақ зиялыларының бәрі дерлік театр төңірегіне жиналатын. Хамиди, Брусиловский, Затаевич секілді музыканттармен де тығыз байланыста болған. 1926 жылы Жұмат Шанин Қызылорда қаласындағы тұңғыш кәсіби қазақ театрының режиссері әрі директоры болып тағайындалады. Осылайша ол қазақ кәсіби театр өнерінің алғашқы қарлығашы деп танылып, есімі тарихта қалды. Тоқтар Әубәкіров, қазақтың тұңғыш ғарышкері. Оның ғарышқа сапары 1991 жылдың 2 қазанынан 10 қазанына дейін жалғасқан. Әубәкіров орбитада 7 күн 22 сағат 13 минут болды. Ол экспедицияның ғарышкер зерттеушісі ретінде Мир орбита кешеніне сапар шеккен. Жаңа авиациялық техниканы сынау кезінде көрсеткен ерлігі мен батырлығы үшін Тоқтар Әубәкіровке Кеңес одағының батыры атағы беріліп, Ленин ордені мен алтын жұлдыз медалі табысталған. Соңғы 60-тан астам жыл ішінде 600-ге жуық адам ғарышқа көтерілді. Олардың қатарында ұшқыш ғарышкерлер Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев және Айдын Айымбетов бар. Құрметті достар, осымен қазақтан шыққан әр саланың тұңғыштары туралы қысқаша шығарылым аяқталды. Видеоны соңына дейін көріп, қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосқаныңыз үшін мың алғыс. Кезекті шығарылымдардан хабардар болғыңыз келсе, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз.